қазір енді ұлттық құрамадамын ғой негізі әуесқой бокста. Сосын кәсіпқой бокста да әлем чемпионы болғым келеді. Жаңағы жапондық промоушен Хасанбой Дусматовқа да контракт берді, сізге де берді. 5-6 жылдан кейін Хасанбой мен Сәкеннің айқасын жасау мүмкін. Оған да контракт беріп жатса, маған да контракт беріп жатса, жұдырықтасып жатсақ, кәсіпқой бокста да неге жұдырықтаспасқа? Енді әуесқой бокста қаншама бәсекелестік болды. 4 рет кездестіңіздер. Иә, 4 рет кездестік. Енді кәсіпқой бокста жұдырықтассақ, Филиппинс беріп жатыр. Азияның WBA деген белбеуі сол екен. Сол белбеуі бірден жұдырықтастырамыз деп жатыр. Енді олар маған жақсы өз мақсаттарын, жоспарларын айтып жатыр. 4-5 бойда сен әлем чемпионы қыламыз деген сияқты. Оңай қарсыластармен шықпайсың. Сенің данныйыңды жаңағы қолынан келетінін біліп тұрмыз. Саған сенім артамыз деп. Ассалаумағалейкум баршаңызға, ардақты боксер қауым. Бүгін біздің арнамызда эксклюзивті сұхбат. Студиямызда қонақта қазақстандық боксшы, біздің мақтанышымыз, Олимпиада ойындарының жүлдегері Сәкен Бибосынов бауырымыз келіп отыр. Сәкен, қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік, шақырғаныңызға рахмет. Әне жазамыз, міне жазамыз деп бүгін сәт түскен екен. Көп рахмет уақыт алып келгеніңізге. Енді кәсіпқой бокстан кейінгі бұл қателеспесем алғашқы сұхбатымыз, сондықтан енді барынша кәсіпқой бокс жағынан ашуға тырысамыз, көрермендерге айта өтейік. Енді өзім көбіне осы кәсіпқой бокс саласында жүргеннен кейін жалпы әр ұлттық құрамада жүрген боксшы өзін кәсіпқой бокста сынап көргісі келеді ғой. Жалпы қай уақыттан бері осындай ой пайда болды негізі? Негізі мен енді одан алдын Олимпиадаға дайындалып жатқан кезде, сосын Азия біріншіліктеріне дайындалып жатқан кезде, осы японский промоутерлер маған Инстаграм арқылы хабарласып, мен номерім алып, менімен байланыста болған. Хабарласып жүрді. Мен бірақ оларға өзім енді любительде болғаннан кейін, әуесқойда өзім Олимпиада дайындалып жатқаннан кейін, Азия біріншілігіне дайындалып жатқаннан кейін мен ойнай алмаймын деп айтқам. Енді жарыс жоқ кезде мүмкіндік болып жатса, бос болып жатсақ, ойнайын деп келісім бергем. Сөйтіп олар хабарласты маған. Менімен байланыста болып жүрген. Сосын осы Бишкекте жаңағыдай шоу өткіземіз. Соған қалай қарайсың деп, сосын мен өзім ұлттық құраманың бас бапкері Қайрат Сатчанов ағайымызға хабарласып, сосын ұлттық құраманың бапкерінен соң біздің бокс федерациясының басшылығы Шахмұрат Мүтәліп ағамызбен рұқсатын алып, одан соң өзім жеке бапкерім Мырзағали Құланмен ақылдаса, осындай жекпе-жекке шешім қабылдап, дайындалып, алғашқы кәсіпқой бокстағы алғашқы қадамымды бастап, дебютімді өткізіп, Аллаға шүкір жеңіске жеттім. Енді жекпе-жек қалай өтті? Филиппиндік боксшы болды, қателеспесем. Мэнни Пакьяоның жерлесі, айта өтсең. Енді бізде жеңіл салмақтарда азиаттар мықты ғой негізі. Осы Филиппин, Япония, Индонезия, Таиланд. Сондықтан маған осы японский промоутерлер жақсы қарсыластар ұсынды. Осы қарсыласты таңдадық. Бұл енді жаңағыдай әлемдік рейтингте топ 60-та орналасқан. Осыны жеңіске жетсең де уже мировой рейтингке бірден кіруге, жоғарғы сатыда болуға өте жақсы мүмкіндік болды. Сосын осы қарсылас таңдадым. Бірден енді бірінші раундта бауырынан соққа қатты өткеннен соң қарсыласым тұра алмай қалды. Дегенмен көбісі мұндай қарсылас қайдан тауып алды, дұрыс емес деп ойлап жату мүмкін, бірақ дегенмен ол мен 6-шы раундқа дейін сол жүрсем, ол мені қысып жаңағыдай кәсіпқой бокста уже 10 жекпе-жек өткізген тәжірибелі. Ол мен жаңағыдай мыжып, жаңағыдай кәсіпқойдың уже қыр-сырын біледі. Қиын болатын еді. Дегенмен мен өзім қатты дайындалдық, соққылармен жұмыс жасадық. Енді бірінші раундта бірінші нокдаун болды, тіке соққа. Оны да қайталап жүргенбіз. Бәрі біз ойлағандай жоспармен болды. Сосын бауырдан олардың филиппинстердің бапкер айтқан, филиппинстердің басы мықты болады. Бауырлары кішкене әлсіздеу болады, негізі бауырын ұрсаң ол тұрмайды деп. Сосын бірінші раунд бітуіне 10 секунд қалған кезде бізде гонг болады, ұрмай белгі береді 10 секунд қалған кезде. Мен сол кезде ұрды. Мен қарсыласты сезініп тұрдым, қазір арт қол боковой ұрады. Сол кезде мен ішіне бауырына соққырам деп дайын тұрған кезде как раз ұрды. Мен сол кезде бауырынан соққы жасап ұстап алдым. Сол бәрі біз жоспармен болды. Енді көбісі оңай болды, қарсылас слабый болды деу мүмкін, бірақ мен бір жекпе-жектің өзінде осы ұтып, қазір рейтинг бойынша бірден 34-ші сатыға орналастым бір жекпе-жектің өзінде.
Аллаға шүкір, енді келесі қарсыластарымда да осындай мықты қарсыластар, топ 50, топ 20 осын. Енді японстар айту бойынша олар енді өзінің жеке мақсаттарын, маған қойған жоспарларын айтып жатыр. Екінші кездесудің өзінде 11 победа, 9 нокаутпен 0 поражение жаңағыдай ешқандай ұтылмаған. Жаңағы филиппинсті беріп жатыр. Азияның WBA деген белбеуі сода екен. Сол белбеуі бірден жұдырықтастырамыз деп жатыр. Енді мен тағы бір екінші кездесуімді бір жақсы қарсыласпен ойнап, кішкене шаршалаңда сезінейін, кәсіпқойдың аурасын сезініп, кішкене соққылар қабылдаған сияқты сезініп алып, сосын үшінші кездесуімде соған қарсы өткізсем ба деген ұсыныс бердім. Енді олар маған жақсы өз мақсаттарын, жоспарларын айтып жатыр. 4-5 бойда сен әлем чемпионы қыламыз деген сияқты. Оңай қарсыластармен шықпайсың. Сенің жаңағыдай данныйыңды, жаңағыдай қолынан келетінін біліп тұрмыз, саған сенім артамыз деп ұсыныс беріп жатыр. Бірақ енді кәсіпқой бокста бір соққы шешіп кетеді ғой. Ешқандай кешірілмейді. Сондықтан қатты асығыс жоқ. Бұйыртса жақсы жекпе-жектер өткізіп, осы кәсіпқой бокспен қазір енді ұлт құрамадамын ғой негізі әуесқой бокста. Сосын кәсіпқой бокста да әлем чемпионы болғым келеді. Келесі жекпе-жек демек сол WBA Азия титулына болғалы тұр ғой, Негізі соны ұсынып жатыр. Мүмкін соған бокстым, одан алдын или тағы бір қарсылас берсе, тағы бір жекпе-жек өткізіп, үшінші кездесуімде уже бұйыртса осы екінші или үшінші кездесуімде бір белбеуге бокстасамын деп тұрмын. Осы Азияның уже 4-5 бойда жаңағыдай топ 10-қа кірсең или 15-ке кірсең уже әлемдік рейтингте болсаң, әлем чемпионын жұдырықтастырамыз деп жатыр олар. Енді рейтингте жаңа бірден 35-ші орынға көтеріліп кеттіңіз ғой. Бұл енді әуесқой бокстағы жүріп өткен жолыңызды да есептеп тұр ғой, жаңа Boxrec сайтында. Бұл мотивация шығар, енді кәсіпқой боксшылар осы рейтингпен ауырады ғой енді. Қайта-қайта көтеріле бергісі келеді. Сіз бірден дебюттік жекпе-жектен 35-ші орында, ойлаңыздаршы, 35-ші орынға бірден көтеріліп кеттіңіз. Кішкене тағы да көтерілу деген сияқты іште бір аштықсындай бір бола ма? Әрине, енді тағы бір жақсы қарсыласпен ойнасақ, уже жаңағыдай топ 20 дейді ғой. Сол 20-қа кірсем, уже үшінші кездесуімде топ 15-те болсам деген сияқты өзімде де жаңағыдай жоспар мақсаттар бар. Андай ұрмай жатып құлайтын соперниктер керек емес. Ұрып жақсы қарсыластармен шыққым келеді. Қапшық ұрмаймын дейсіз ғой. Мырзағали Айтжанов ағамыз болды ма неде бұрышыңызда? Әрине, Мырзағали ағай келіп, жаңағыдай өз ақыл кеңесімен, сосын Мырзағали ағай болды, сосын Қанат Алтаев, сосын өзімнің туған ағам Тастемір деген ағам, үшеуі өз бұрышымда болып, одан алдын полный дайындап, мені шаршалаңға алып шықты. Туған ағаңыз біздің кәсіпқой боксшыларды дайындап жатады ғой, ол кісінің де біраз көмегі болған шығар енді осы бокс кешінде, әрине, дайындыққа жаңағыдай Қанат Алтаев ағайымызбен, сосын өзімнің туған ағам Тастемірмен дайындалдық. Мен осы Алматыда болғандықтан, сосын өзім бапкер Мырзағали ағай әрқашан хабарласып, өз ақыл кеңесін айтып отырды. Сосын жекпе-жектің алдында келіп, бір команда болып бардық. Енді ағам тек бұл жекпе-жекте емес, мен әуесқой бокста жаңағыдай әлем чемпионатының қола жүлдегері болдым, сосын әлем чемпионы болдым, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері болдым. Барлық осы жекпе-жектерімді осындай жеңіске жетіп, осындай дәрежеге жеткеніме бір себепкер кісілердің бірі осы ағам. Осы боксқа алып келген мені, бокс әліппесін үйреткен, бокстың қыр-сырын басында үйретіп, сосын боксқа деген қызығушылығымды арттырған осы ағам ғой негізінде. Қырғыз халқы қалай қабылдады? Енді қырғыз қазақ бір туған дейді. Қателеспесем, арена толды ғой, бірінші рет өткізіп жатыр екен Бишкекте. Жаңағыдай ұйымдастырып жатқан япониялық промоутер, сосын Қырғызстанның сол жерде жүрген федерация жұмыс жасайтындар сол кезде айтқан, сендер тарихқа кіріп жатсыңдар, бірінші рет өткізіп жатырық біз Бишкекте деп. Жақсы өткізді шоуды, керемет, маған ұнады. Арена полный толды. Енді сосын жаңағыдай бойынан соң жанкүйерлермен, қырғыз бауырларымыз жанкүйерлермен, сенің жанкүйеріңбіз, сені үнемі көріп жүреміз деп өз ықылас лебіздерін білдірді. Солармен суретке түсіп, келесі жекпе-жектерінде саған үнемі қолдау білдіреміз, дұғада боламыз деп жылы сөздерін айтты. Өте қуаныштымын қырғыз бауырлармен. Қырғыз қазақ бір туған деп жеңістен кейін де сөйлеген болатын. Олар өздері бір қуанып қалды.
бізде енді Қырғызстанда жалпы кәсіпқой бокс кештері болады, бірақ ол бокс рейтингке кірмейді да, жай ғана ұйымдастырады. Бұл біз барып жүрміз ғой. Жаңағы боксшылар жекпе-жектен кейін қырғыз қазақ бір туған десе, кәдімгідей делебелері шулап кететін бар ондай. Картта сізден бөлек тағы бір біздің отандасымыз болды, Қайрат Ернұр, ұлттық құрамада қателеспесем 4-ші нөмірлі боксшы ғой деймін. Жалпы жекпе-жекке дейін екеуіңізге ұсыныс бірдей келді ма, әлде сіз білмедіңіз бе ол туралы жекпе-жекке шығатынын? Маған жекпе-жек уже жаңағы бойға контракт беріп уже келісім болғанда уже маған бір жарым ай бұрын белгі болды. Мен Қайрат Ернұрды жұдырықтасады деп ойлаған жоқпын. Қазақстанда жалғыз сен ғана деп айтып жүрген. Сөйтіп бір 10 күн или 15 күн шамасы қалған кезде мен Қайрат Ернұрдың жаңағыдай суретін көріп, қарсыласынан жаңағы Нұржігіт деген бауырымызбен, қырғыз бауырымызбен шығатынын білген кезде сөйтіп оған хабарласып шығайын деп жатыр екенсің ғой деп білген болатын. Ол тең түсті, иә? Иә, бірінші карттың ең алғашқы жекпе-жегін сол ашып берді. Иә, сол ойнады. Бізде енді мына жақта Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясы бар ғой. Олар бір қолдау көрсетті ме, қандай да бір? Япониялық промоутерлер маған жаңағыдай Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясынан рұқсат лицензия алу керек, жаңағы рұқсатнама. Сосын мен оның жаңағыда Рахымжан Ерденбеков деген ағаларымыз, Дастан Асқар. Сол кісілер өз жаңағыдай справка дейді ғой, жаңағы справканы беріп, мен Японияға жібердім. Сосын олар жекпе-жекке келіп, жекпе-жекті көріп, өз қолдауларын білдіріп, сол жерде болды. Одан кейін жаңағы әуесқой боксшыларда, енді ұлттық құрамадағы боксшыларда жалпы көбіне қиын ғой кәсіпқой боксқа рұқсат алу деген сияқты. Осы жағынан қандай проблемалар болды? Енді проблема болғанда мен негізі әлем кубогы Астанада өтті. Солың алдындағы оқу жаттығу жиынына бару міндетті еді. Бірақ 3-4 күн қалған кезде Қайрат Сатчанов ағайымызға, бас бапкерге хабарласып, рұқсатын алдым. Ағай, мен осы Алматыда дайындала берсем, себебі менде пресс-конференция болды. Бір ай бұрын пресс-конференция, мен Қырғызстанға баруым керек. Ал мен Астанаға баратын болсам, Астанада оқу жаттығу дайындалып жатыр. Сосын пресс-конференция Бишкекке барамын, Бишкектен қайтып келіп Астанада оқу жаттығуын бітіріп, сосын қайтып Алматыға келемін. Дайындық дұрыс кішкене кедергі болатынын білдім. Сондықтан бапкерге хабарласып, рұқсатын алдым. Сосын Қазақстан бокс федерациясының басшылығы Шахмұрат ағаларымыз да өз рұқсаттарын беріп, сосын осы толық Алматыда лагерь дейді ғой, полный лагерімді осында өткіздім дайындығында. Бұған дейінгі сұхбаттарыңызда енді сізге осы кәсіпқой бокстан ұсыныстар бар ма деп сұрайтын болса, көбіне бір қатты ашылып жауап бере бермейтінсіз, өйткені бірінші болсын, содан кейін айтамын деген сияқты. Енді алғашқы жекпе-жек өтті ғой, бұған дейін енді басқа қазақстандық, шетелдік нақты қандай промоушндардан, промоутерлерден ұсыныс болды, бәлкім менеджерлік компаниялардан? Енді жаңағыдай дәл қолыма алып келіп контракт көрсеткен ешкім болған жоқ. Жаңағыдай ойнайсың ба, жаңағыдай бойға ғана бір бой келісіммен сондай ғана ұсыныстар болды. Енді мына японский промоутерлер басында бойға ойнайсың ба деді, бойға келісім беріп, енді қазір олар енді маған контракт ұсынып жатыр. Контракт ұсынып, ары қарай біздің командаға қосыл, біз сенімен жұмыс жасаймыз деп. Енді мен әуесқой бокста ұлттық құраманың сапында болғандықтан қазір еш жермен контракт отыра алмаймын. Енді қазір әуесқой бокстан ұлттық құрамаға көмектесіп жатырмыз. Бұйыртса енді бір 2 аптадан соң әлем біріншілігіне біздің жігіттер, бауырларымыз жол тартады. Бұйыртса осының 14-іне сбор басталады. Сол оқу жаттығу жиында балдар көмектесіп, тілеулерін тілеп отырамыз ғой, иншалла. Енді кәсіпқой бокста алдағы уақытта тек қана сол бір жекпе-жекке ғана келісімшарт жасасып, сонымен ғана шыға беремін дейсіз ғой? Мен енді мына жерде бір жекпе-жекке келісім ойнап, жаңағы гонорарды алдық. Енді олар маған жаңағыдай контракт ұсынып жатыр, олар командаға қосыласың. Басқа промоутерлермен жұмыс жасай алмаймын да. Бірақ мен олармен ешқандай келісімге отырған жоқпын. Негізі жалпы сенімді промоутерлер ме? Өйткені бізде біршама қазақстандық боксшылар бар ғой. Небір менеджер промоутерлермен келісімшарт жасасып, ауыздары ұрылып алданып қалған, мысалы Данияр Елеусінов ағамыз бар деген сияқты. Сонда қиын ғой енді бұл жақта бизнес болғаннан кейін, жай ғана бизнес емес, бұл грязный бизнес дейді ғой, лас бизнес деп айтатын негізі. Сол сенімді адамдар ма деген ғой? Енді олар жаңағыдай өзінің жоспар мақсаттарын айтып жатыр. Сосын мен оларға жаңағы контрактты бірінші жіберіңдер, бірінші толыққанды көрейік, жаңағыдай
тексертейік, енді өзіміз кішкене түсінбейтін жерлері болатын болса ертең орын қалмайтындай, олар әлі маған контракт жіберген жоқ. Сол контракт жіберіп жатса сол анық қанығын шешіп көріп, сосын контракт қол қоятын шығармыз. Бірақ сенімді, олар жақсы чемпиондар шығарған, барлық нелерін жаңағы инстаграмдан өздерінің парақшаларын барлығын зерттедім. Олар бір жылда 4-5 бой береміз, 3 ай сайын бой беріп тұрамыз деп нақты жауап беріп жатыр. Бірақ мен ешқандай қазір контракт қол қоя алмаймын, ұлттық құрама сапында болғанда. Картта жалпы сіздерден бөлек Хасанбой Досматов болды. Сіздің ежелгі қарсыласыңыз. Қалай сөйлестіңіз бе? Әрине, одан алдын бір ай бұрын бізде пресс-конференция болды Бишкекте. Хасанбой, мен және Мұнарбек үшеуміз болуымыз керек еді. Мұнарбек оқу жаттығу болғандықтан келе алмай, Хасанбой екеуміз болдық. Сол жерде әңгімелестік, дайындық туралы, қарсыластар туралы. Сосын осы бір қонақ үйде жаттық, енді бір картта ойнағандықтан әңгімелесіп, жаңағыдай байланыста болдық. Инстаграмдан да қазір сөйлесіп жазып тұрамыз. Ондай оған енді рингте қарсыласпыз, былайша доспыз ғой негізінде. Енді былай жақын дос болмасақ та сәлемімізді төзе бірімізге. Өмірдегі жалпы ара қатынасым жақсы деп тұрсыз ғой. Өткенде енді бір естіп қалып едім, блогта тығып тастаған деген сияқты. Енді ол алған ба сонда қалай? Ол кезде сосын сол интервьюдан кейін бірден маған жаңағы өзі подписаться етті. Сосын мен оған да тіркеліп, одан кейін оқу жаттығу жиында бірге болдық. Әуесқойлар арасында Кисловодск ұлттық құрамамен бірге бардық. Ол Өзбекстан атынан келді. Сосын жарыс ойнадық қой біз Хабаровскте. Сол кезде жербеге байланысты негізі мен бір бой Россияны ұттым. Екінші бойда олар екеуі ағасы мен інісі жұдырықтасып, жеңгенімен мен ойнау керек еді. Енді ағасы мен інісі жұдырықтаспайды. Інісіне жол берді, сосын інісімен ойнадым ғой. Туған інісі Досматтың. Ол кезде жеңіске жеттім. Енді екі дүркін олимпиада чемпионы ғой. Дегенмен енді Парижде кездесу оңай болған жоқ, бірақ барымды салдым. Енді төрешілер солай шешім қабылдады, жеңіске сол жетті. Одан кейін мен мынадай бір ақпарат естідім. Шын өтірігін білмеймін, бірақ маған қызық болып тұр, сондықтан өзіңізден нақтысын сұрап білейін. Жаңағы жапондық промоушн Хасанбой Досматовқа да контракт берді, сізге де берді. 5-6 жылдан кейін Хасанбой мен Сәкеннің айқасын жасау мүмкін деген бір ақпарат естідім біздің менеджерлер мен матчмейкерлердің аузынан. Осы рас па, қалай? Білмеймін, енді маған енді Досматовқа Досматовтың жоспарларын айтқан жоқ. Маған қойып жатқан жоспар, мақсаттарын жаңағы япониялық промоутерлер барлығын айтты. Енді оған қандай жоспар қойған білмеймін. Енді ол екеуміз бір салмаққа бокстастық. 52-де 100 деген салмаққа, кәсіпқой бокста. Ол негізі басында келісім бойынша ол 50-де 900 ба, сол салмақ ойнау керек еді. Сөйтіп салмақ түсіре алмаймын деп, осы 52-де 100-ге ойнады. Екеуміз бір салмақта жұдырықтастық. Оған да контракт беріп жатса, маған да контракт беріп жатса, жұдырықтасып жатсақ, кәсіпқой бокста да неге жұдырықтаспасқа? Енді әуесқой бокста қаншама бәсекелестік болды. 4 рет кездестіңіздер? 4 рет кездестік. Енді кәсіпқой бокста жұдырықтассақ, өте тамаша болады деп ойлаймын. Енді ол жаңағыдай промоутердің еншісінде, сосын ол келісіп жатса, мен келісіп жатсақ, ол жақта бәрі келісіммен ғой. Әрине жұдырықтасамыз. Қарсы емессіз ғой демек? Қарсы емеспіз. Керемет. Бұл енді ғасыр жекпе-жегі болайын деп тұр ғой, егер орын алатын болса. Енді әуесқой бокста да қаншама жекпе-жектер өттік. Барлық жекпе-жегіміз тартысты болды деп ойлаймын. Кәсіпқойда да тартысты болады. Керемет жекпе-жек болады. Бұл жақтың кішкене енді бокс басқаша ғой. Кәсіпқой бокстағы гонорар жағы қалай? Цифр сұрап жатқан жоқпын жалпы. Гонорар енді япониялық промоутерлер жақсы ұсынып жатыр. Маған негізі ақша маңызды емес. Маған үнемі өзімнің ағам да айтады, сен ақшаны ойлама, сен нәтиже тарих жаса деп. Мен өзім тарих жасағым келеді. Енді олимпиададан алтын алғым келген, дегенмен бұйырмады. Олимпиададан қола жүлдеге болдым. Екінші олимпиадада енді бас қарсыласым Досматов қосылдым, сосын әлем чемпионы болдым. Енді өз тарихым жазып келе жатырмын. Енді кәсіпқойда да тарих жасағым келеді. Маған ақша маңызды емес. Мен әлем чемпионы болсам, ақшаны өзі келеді деп ойлаймын. Енді кәсіпқой бокста да тарих жасауым керек деп айтып қалдыңыз ғой. Бұл жақта да енді жаңа 4 белбеу бар. Ол да енді олимпиаданың медалімен деңгейлес қой. Мына жақта кәсіпқой бокстың ең биік шыңы WBA, WBC деген сияқты 4 белбеу бар.
осы белбеулерге таласуда демек жоспарда бар ғой, иә әрине, енді кәсіпқой ауысқаннан кейін, жұдырықтасып жатқаннан кейін, уже бұл жақта да өзімде жаңағыдай мақсат қойдым. Мен жаңағыдай тек ақша жасасам, ақша істесем, жаңағыдай бокста бизнес жасасам болды емес, мен бокста әлем чемпионы болғым келеді. Сондай өзіне мақсат бар. Yani 4 белбеу бар ғой, өзіңіз айтып жатырсыз, мықты 4 белбеу. Сол 4 белбеулердің алғым келеді. Бұйырсын дейміз. Жалпы кәсіпқой бокста негізі кімдерді көресіз? Енді қазір таңда енді кәсіпқой бокста бала кезде номер бірінші болып тұрған енді дәл қазір Александр Усик шығар. Александр Усик қазір таңда оның бокс мәнересі ұнайды маған. Жаттығуда қалай еңбектенетіні өте талантты, өте еңбекқор. Соның арқасында абсолютный чемпион болды. Не деген тарихтар жасады. Сосын енді Кроуфорд маған бокстағы IQ дейді, IQ қатты ұнайды. Соның боксын көп көремін. Кезінде енді Флойд Майвезерді көрдік қой. Енді қазір таңда ол бокс жұдырықтаспай жатқаннан кейін қазір таңда осы Кроуфорд кімді Усиктерді көріп жатырмын. Енді әуесқой бокста сол 55 келіде ойнайсыз ғой алдағы уақытта, иә? Әуесқойда 55, иә, ол жақта енді салмақтар ауысып кетті. Біздің салмақ 51 болды. Парижде қазір таңда енді 51-ді алып тастады. Одан ең жеңіл салмақ 50. Ол 50 Олимпиадада жоқ. Ең жеңіл салмақ 55-тен басталады. 50-ге мен салмақ қуа алмаймын. Енді салмақ қуатын болсам, ол денсаулық керек. Бірінші кезекте адамның ең басты байлығы денсаулық дейді. Ол денсаулықтан айырылғым келмейді. Сондықтан 55-ке ауыстық қой, 55-те өнер көрсетемін. Енді бір уақыттар анау балдақпен жүргеніңізді көрдік, жарақат қазір ешқандай мазаламайды ғой, барлығы жақсы. Жарақат болды, ота жасаттық, сосын толыққанды реабилитация өттім. Сосын одан кейін бір жарысқа ойнап, оқу жаттығу жиындарын өткіздім. Сосын кеше кәсіпқой бокста өнер көрсеттім. Қатты мазалап жатқан жоқ, барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Қазір енді аға буынсыз ғой, неде әуесқой бокста сөйтіп айтуға болады ғой, иә? Иә, әрине. Жалпы ішкі атмосфера қалай біздің ұлттық құрамада? Ұлттық құрамада атмосфера керемет. Барлық жігіттер бір-бірін ағаны бауыр ретінде көреді, бір отбасы сияқты. Барлық бір-біріне жанкүйер, шын жанкүйер. Мен де ұлттық құраманың ішіндегі жігіттерге енді әлем чемпионатына кетіп бара жатқан жігіттердің барлығына шын жүректен тілектеспін. Ұлттық құрамада ондай бір-бірін көре алмайтын, ондай нелер ешқандай жоқ деп ойлаймын. Ауызбіршілік жақсы ұлттық құрамада. Енді аға буын ретінде қазіргі жас проспекттерден кімдерді айта аласыз? Бізде енді Төреханнан бөлек қазір Азия чемпионаты болып жатыр ғой Таиландта. Сол жақта да біздің жас қазір енді 22 жасқа дейінгі Азия біріншілігі болып жатыр. Қазір бізден 5-еуі ақтық сынға шықты. Олардың ішінде енді Мұрсал Нұрбек деген бауырымыз жақсы жұдырықтасып жатыр. Кезінде де бокстарын қарап жүретін, жақсы, талантты, болашағынан үміт күтуге болатын боксшылардың бірі. Сосын барлық 5-еуі шыққан барлығына тілектеспін, 5 чемпионасын бұйыртса. Енді жастардан жаңағыдай Төрехан Сабырхан бауырымыз, Мұрсал Нұрбек, одан соң Алтынбек Нұрсұлтан 55 келіде жақсы жұдырықтасып жатқан. Енді Санжар Ташкенбай, енді бізден кіші болғаннан кейін жас буын деп айтуға болатын шығар. Иә, әрине. Солардың болашақта жарқын деп ойлаймын. Жалпы Сәкен, спортшы болғаннан кейін сын бәрібір айтылады ғой. Өзіңіз негізі сынды қалай қабылдайсыз? Сын дұрыс болса, дұрыс қабылдаймын негізі. Кейде шекара дейді, шекарадан өтіп кетіп, отбасылық неңе, сосын өз басыңа сөздер айтады. Олар енді бірақ мен сабырлық танытам. Кейде комментарий оқымауға тырысасың ғой, бірақ комментарийға сені белгілеп те жазып кететіндер бар. Кірсең, Инстаграмға кірсең бір не болады, закрытие аккаунт, фейк па? Иә, фейк, нелер жаза береді, білмеймін. Жазып жатқан барлығы еркектер, қазіргі таңда еркектер бір майдаланып кеткен ба деп ойлаймын. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздар адам баласын демекші, олардың тамақтары тоқ, жұмыстары жоқ. Әркімнің өсектеп, үстеп жазып отыра береді. Ондай сынға қатты мән бермеймін, сабырлық танытып, өз жұмысымды жасай беремін. Мен осы бокста, осы неде
жаңағыдай өз тарихым жасап келе жатырмын, жеңіске жетіп жатырмын, отбасымды қуантып жатырмын. Кейде енді кішкене спорт болғаннан кейін жеңіліс болады. Жеңіліс кезде де қолдау білдіріп жатқан жанкүйерлер де бар. Оларға енді алғысым шексіз. Маған сенім артып жатқан, мені үнемі қолдап жүретін шынайы жанкүйерлер бар. Енді оларды тек қана жеңіспен қуантқым келеді. Кейде енді осындай дұрыс жазбайды, кейде сынды. Мен енді бір маман болса, осы бокстың маманы өзі жұдырықтасқан спорт шебер ғана болса да, өзі боксасы рингке шыққан, шаршалаң жарыстар көрген болып, маған ақыл кеңесін айтып, маған сын айтып жатса, мен оны дұрыс қабылдаймын. Кейде ол рингтің ішіне кіріп жұдырықтаспаған, ештеңе бокстың қолбан киіп көрмеген, бокстың бәрін де білмейтін кейде адамдар неге бұлай істемейсің сен, неге бұлай жасамайсың деп айтады. Олар енді бұл бокстың маманы емес, сондықтан өз әр нәрсені өз маман айтқан дұрыс деп ойлаймын. Сәкен, негізі Өзбекстаннансыз ғой, негізі туылған жеріңіз Өзбекстан ғой. Енді бізде жалпы қазақтардың қанында бар деп айтуға болатын шығар боксты. Қараймын да, мысалы Өзбекстаннан шыққан бізде де біршама боксшылар бар. Аман Қонысбеков, Сапарбай Айдаров деген сияқты. Ол жақта да бала кезден қалай боксқа баулый ма? Иә, қазір таңда енді Өзбекстанның өзінің ішкі спортының өзі де бокс қазір номер 1 болып тұрған шығар. Соңғы олимпиадада, әлем біріншіліктеріндегі нәтижелерге байланысты. Ол жақта да бокс үйірмесіне қазір таңда көптеп жас спортшылар келіп жатыр. Кезінде де келген. Енді мен өзім бірінші үйде бастадым боксты, ағам үйретіп, сосын жаңағыдай залға алып барды. Сосын елге қоныс аударып, осы енді қазір таңда жастар арасынан бастап осы Қазақстан ұлттық құрамасының атынан шығып жатырмын ғой. Енді ол жақта да мықты боксшылар бар, жас спортшылар залдарға біз сияқты көп келеді. Бізде енді бокс номер 1 ғой. Алтын алмаған жағдайдың өзінде бізде ең көп сында болады, мақтау да болады бізде бокста енді. Номер 1 қала береді дейсіз ғой. Иә. Жақсы, Сәкен, көп рахмет бүгін уақыт тауып келгеніңізге. Біраздан бері жоспарда жүрген сұхбат еді. Алдағы мансабыңызға енді сәттілік тілейміз. Тек кәсіпқой бокста болсын, әуесқой бокста болсын, биіктерден көріне беріңіз, көк туды желбірете беріңіз. Көп рахмет. Рахмет шақырғаныңызға. Сіздерге де жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Құрметті көрермен, біздің арнамызға жазыла отырыңыздар. Аман сау болыңыздар.